Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бізде душа, разум, тело бар, я? Телесный терапия, разум, я? Установкалармен жұмыс, установка, және де душа. Душа ол не? Душа ол біздің сезімдеріміз, я? Яғни жаныңа қатталған, жанымда қап кетті, жүрегімде қап кетті бір деген состояниялардың барлығына душаға кіреді, да? Яғни сезімдер. Жаңағы аяғым ауыр болмай жатыр, бала көтере алмай жатырмын деген мақсат болсын. Я? Например, бала деген мақсат болсын. Ақша деген мақсат болсын. Отношение деген мақсат болсын. Денсаулық деген мақсат болсын, қыздар. Осы үшеуінің біреуінде блок бар. Біреуінде емес, үшеуінде де блок болуы мүмкін, да? Үшеуінде де блок болуы мүмкін. Тело, разум, душа. Осы үшеуінде де блок болуы мүмкін. Және де осы үшеуінде де үшеуімен де жұмыс жасау керекпіз. Біз үздіксіз жұмыс жасау керекпіз. Бағанағы работа с установками деген дүние бар ғой, я? Работа с установками. Яғни, что будет плохого сіздің балаңыз болса деген сұрақ қойдым, я? 40-тан астам ой шықты. Енді өзіңіз ойлаңызшы, қаншама ой тұрған кезде Алла Тағала бізге береді ма соны, я? Біз қалаймыз ба? Яғни, мы сами создаем свою реальность. Каждой ситуацияға өзіміздің установкаларымызбен жұмыс жасаймыз, қыздар, хорошо? Постоянно выводим свои установки, теломызға заботимся, мысалға даже мынандай нәрсе. Терапияда шығады телесный блоктар, сосын спортом, когда занимаешься, анадай ха деп прям бітіп болады ғой, спорт заниматься еткен кезде. Сол кезде шығады, билеген кезде шығады телесный блоктар, вокалға барған кезде шығады, душевный, телесный блоктар, я? Вот сондай нәрсенің барлығын в темпе ұстап отыру керек. Және тоқтамай үздіксіз дамимыз. Үздіксіз дамуды ұмытпаймыз, қыздар. Бүгін жеке шекара тақырыбын қозғайықшы, я? Кеше біраз әңгіме болды, я? Чатта маған анау не дейді, күйеуім сөйлейді, енем тағы бірдеме, тағы шірдеме деген сияқты, я? Қыздар, былай да, жеке шекара. Басқа маркер жоқ, не жерде қара? Осы қандай, я? Хорошо. Мынау менің огородым, менің территориям. Деп алайықшы. Я, дәл осы жерде, мына жақта, сенің, например, муж, жена, неважно, я, дети, родители, тағы кім бар бізде? Ене, туған туыс. Мынау менің территориям, например. Менің территориям. Мынау жер граница, екеуміздің границамыз. Например, біз күйеуімізге ренжуліміз, да? Біз күйеуімізге ренжуліміз. Және біз оған ренжіп іштей жүре берсең, тоже болмайды. Біз мына жерге апарып қою керекпіз. Яғни, мысалы, итке тамақ саласың, ол ары қарай жегісі келмесе, оны бетіп не істейсің? Заставить ете алмайсың ғой, бет алып аузына тығалмайсың ғой, я? Просто оны не істейсің? Итке жаңағы табағына саласың, ол ит өзі жегісі келсе жейді, жегісі келмесе жемейді. Су құйып қоясың, жегісі келсе жейді, жегісі келмесе жемейді. Мысалға біздің үйде сондай, да? Мынандай ит тұратын будка бар, да? Ит тұрады, да? И мынандай жерінде тура мынандай мынаның ішінде емес, мынаның ішінде емес, да? Будканың ішінде емес. Осындай жерде, мына границада, да? Осындай табақ өтіп, бетіп құйылып қойған, да? Ішіне кіріп, құйып жүрмейсің, шығарып бермейсің, да? Вот осы жерге құйып кетесің, суын басқасын қалаған кезінде ішет, жейт деген сияқты, да? Тура сол сияқты
біз сезімдерімізді, ойымызды барлығын мына жерге алып бару керекпіз. Болды. Ары қарай ол оны жей ма, жемей ма, келісе ма, келіспей ма, не важно, қыздар. Не важно, біздің ошибкамыз не, мына границадан біз аламыз да, мына жерге дейін емес, мына жаққа дейін оның границасына өтіп кетеміз да, мына анау как будто бір реніш қайдан пайда болады да? Күйеуің тамақ жейсің ба? Например, тамақ сап берейін ба дейсің да? И ол я или жоқ деп айтуға хақысы бар да? Хақысы бар. Сенің делаң мына жерге дейін алып бару. Тамақ жейсің, тамақ салып берейін ба? Мен тамақ салып берейін ба? Деп мына жерге дейін алып келіп, одан сұрау болды. Тамақ істегеніңді айту. Тамақ істеп алып, сен ол тамақ істегеніңді білмейтін болса, недоразумениядан ұрсады ғой көп адам ше. Ол сен тамақ істегеніңді білмейтін болса, и мына жерге шейін алып кел, жаңағыда айтпайсың, өзің ішінде тығып отырасың, я, предлагать етпейсің, сенің делаң просто предлагать. Сенің делаң просто высказывать. Болды. Яғни, айтпай қоюға болмайды тамақ істегеніңді, просто мені тамақ істеп қойдым, салып берейін ба, болды. Ол я, жоқ деуге хақысы бар. Біз не істейміз? Жоқ десе, ойбай, мен сен үшін тамақ істедім ғой, үйттім ғой, бүттім ғой, неғып сен жемейсің деп соған ренжиміз да. Ал оның сізбен келісуге, келіспеуге хақысы бар да. Бұл жерде енді тамақ емес қой мәселе, айтып тұрған әңгіменің түбі тамақ емес қой. Бұл жерде сенің обидаң. Мен мынандай курс оқиын деп жатырмын, маған мынанша ақша керек, или өзімнің ақшамды мына жаққа жаратайын деп жатырмын, немесе мен шаршадым деп жатып демалып алғым келіп тұр, я? Или сен жатып демалып алсаң, шаршап жатып ұйықтап жатсаң, например, неғып сен үйтіп атсың, неғып бүйтіп атсың деп жаңа келіп сөйлейтін болса, сіздің делаңыз, кеше де мен жаңағы аудиозапистерде айттым да, оны я, сіздің шаруаңыз бір ауыз енеңізге, күйеуіңізге, неважно, мама, мен шаршап тұрмын, істегім келіп тұр, істеу керек, я, например, білмеймін да, например, істеу керек, я біліп тұрмын, бірақ мен қазір шаршап тұрмын, сәлден кейін істеймін, жарай ма? Болды, сәлден кейін істегім келіп тұр, болды. Ары қарай ол сен істейсің ба, неғып істемей жатсың деп айтуға, саған ренжуге, саған қапалы болуға хақысы бар. Понимаете? Оның хақысы бар. Сенің делаң просто поделиться своими чувствами. Например, курсқа қатысқың келді, не знаю, консультация алғың келді, не знаю, паркке гулять еткің келді, не знаю. Ол сен ішінде қалап тұрған нәрсеңді ол білмейтін болса. Понимаешь? Біздің миссиямыз, на өмірдегі жалпы біздің миссиямыз іштегі нәрсені просто айту, болды. Ары қарай он имеет право с этим соглашаться или не соглашаться. Понимаете? Сіздің неңіз, например, коллега болсын, жұмыс жағы болсын, кез келген сферада, вот сіздің ойыңыз бір ауыз айту, болды. Ары қарай ол ренжуге хақысы бар. Біз не істейміз? Шарт қойып аламыз да. Шарт бар жерде нәтиже жоқ. Мен бұған айттым, кешірім сұрадым, и ол кешіру керек деген шарт ол ше. Кешірім сұрайсың, болды. Ол сені кешіре ма, кешірмей ма, это его проблема. Біз не істейміз? Так, мен қазір жаңағыда обида бірдеме проработкалар бар ғой енді, кешірім сұра деп айтатын болса, мә ол сосын кешіре ма, не де ойлайды мен туралы, анау мынау точно кешірем екен, кешірмей қойса ше деген сияқты да. Кешірмеуге хақысы бар. Саған ренжуге, дальше ренжуге, дальше айқайлауға хақысы бар. Твое дело просто донести. Зачем сонша грузды арқалап жүріп да? Просто нужно доносить. Бір ауыз просто доносишь и все. Все. Түсіндіре алып жатырмын ба? Қандай сұрақ бар? Сұрақ болса, түсінбей жатқан моменттеріңіз болса, сразу айтып салсаңыздар, я? Яғни, балалар болсын, родители болсын, например, ата-анаң, енең сенен ақша сұрайды. Мысалға, былай да, қыздар, одно дело, сен, мысалға, енесі келінің ақшасын сұрап алатындар бар, я? Енесі келінің ақшасын сұрай беретіндер. Одно дело, когда сен
ол ренжу окей да. Сен барып енеңнің ақшасын, например, алып, өзіңе алып қоя беретін болсаң, оның окей да, бұл жерде сеніңкі дұрыс емес да. Бірақ другое дело, ол сенің ақшаңды сұрайды. Понимаете? Тамақ істе деді, мен істегім келмейді. Қалай айтам примерно? Просто тамақ істегім келмей тұр, себебі мынандай дейсіз болды. Ол ренжуге хақысы бар, айқайлауға хақысы бар, болды. Біз просто өзіңіздікін айтасыз, болды. И ары қарай істемейсіз, істегіңіз келмей ма, істемейсіз. Істемеуге сіздің хақыңыз бар. Оның сізге ренжуге хақысы бар, болды. Енді қараңыз, мен жаңағы енем, например, ақшамды алып қоя береді. Или мен енемнің ақшасын алсам, это другое дело да, қыздар ше, ондай нәрсе жоқ қой. Қайсымыз енеңіздің ақшасын алып қоясын, ешкім енесінің ақшасын алып қоймайды ғой, Бірақ бізде көп жағдайда енесі, күйеуі әйелінің ақшасын алып қояды. Ортақтасады, пособиясының ақшасына ортақтасады, Ол жерде қалай? Мама, мен бермесем бола ма? Бергім кеп тұрған жоқ. Мына ақшаны мен мынандай нәрсеге жаратқым кеп тұр. Мына ақшаны мен сізге бергім кеп тұрған жоқ. Күйеуіңе айтасың, например, Асқар, мен мына ақшаны бергім кеп тұрған жоқ. Ол мен атыма түсіп жатыр ғой, мемлекет ақымақ емес қой, мен атыма түсіріп тұрған, Мен бергім кеп тұрған жоқ, болды. Ары қарай олар ренжуге, сен сөйлеуге, тәрбиесіз деп айтуға хақысы бар. Бірақ олар да, қараңыз, біз неге ренжиміз? Мысалға, давайте вот ақша темасы күшті болды, Ақша темасы күшті болды, ақшасын алып қояды деген тема. Мынау сізге айтып тұр, мына жерге, ол сізге келіп, қалтаңыздағы ақшаны бетіп суырып алып қойып атқан жоқ, дұрыс па? Қалтаңыздағы ақшаны тіміскілеп, жаңағындай, қалай айтсам болады, пистолет тақып алып қойып атқан жоқ, Ол сіздің границаңызға кетіп қалып атқан жоқ, негізі ше. Ол мына жерге келді, сіздің енеңіз, міне ене, енеңіз, мына жерге дейін келді да, мына жерге дейін келді да, күйеуіңіз, енеңіз, маған мына ақшаны беріп тұратын болыңдар деді. Бірақ біз не үшін ренжиміз? Менің границамды бұзды деп айтамыз да, на самом деле біз өзіміз границамызды дұрыс ұстай алмай тұрған. Яғни границаңды өзің бұзып тұрсың да, мына ақшаны беріп тұр деді, бірақ сенің хақың бар еді ғой, былай айтуға. Например, сен не істедің? Бірінші, мақұл деп мынаның ойын, мынаның айтқанын өзіңнің границаңа кіргізіп алдың, мына жерден кіргізген жоқсың. Кіргізген жоқсың. Кіргізіп алдың, то есть, мына жерден неткен жоқсың, ұстап қалған жоқсың. Жоқ, мама, мен бергім кеп тұрған жоқ, бермеймін деп айтқан жоқсың. Сен, хорошо, анау ренжіп қалса ше, бүйтіп қалса ше, үйтіп қалса ше, кейін сөйлейді ғой, кейін надайлы болады ғой, анау ғой, мынау ғой деп, мынаның ойын, мынаның қалауын өзің границаңа кіргізіп алдың да, и сосын өзің ренжіп отырсың. На самом деле, сен енең ренжітіп жатқан жоқ, сен өзің ренжіп отырсың. И сен айтасың, бұл жерде ол саған предложение берді да, предложение, ұсыныс тастады, мына ақшаны беріп отыр деп ше. Вроде бы бұйрық сияқты да, бірақ на самом деле ұсыныс тастады. Сен не істейсің? Бұның бәрі бірден бір күнде болып кете салмайды. Мысалға, тамақ істемей бетіп жата бере алмайсың. Бірден ол теліңді әлі дайын емес қой, бірақ осындай ақша беру, курс оқу жағынан жайлап бастасаңыздар болады. Сен айтасың, мама, кешіріңіз, конечно, мен сізді жақсы көрем. Бірінші айтасыз, мама, кешіріңіз, конечно, мен сізді жаным жақсы көрем, мен сізді сыйламайды деп ойлап қалмаңыз. Просто бір ауыз жақсылап түсіндіріп айтасыз, болды. Мен сізді жақсы көрем, мен сізді ойлап қалмаңыз, сыйламай тұр деп. Просто мен ақшаны өзіме жаратқым келіп тұр. Просто мен бұны айтпай жүре берсем, сосын ішімнен ренжіп жүрем да, сосын екеуміз келіспей қаламыз. Мен просто айтқым келіп тұр. Вот, осылай дейсіз да, мына жерге шейін апарасыз. Болды. И сіз оған ренжу керек, ренжімеу керек дейтін болсаңыз, сіз мына жерге дейін ғана алып бару керексіз да, қараңыз. Вот осындай бергім кеп тұрған жоқ деп, мына жерге дейін ғана алып келу керексіз өзіңіздің неңізді, ойыңызды,
Ал егер сіз айтатын болсаңыз, мен айтсам ол ренжиді, или айттым ол ренжіді, ренжігеннен кейін сен қалап тұрған жоқсың да, бірақ ол ренжіп қалды ғой, туй, не істеймін енді деп, ладно, бере салайыншы деп бере салатын болсаң, сен оның границасына кіріп кетесің, оның ақысына кіріп кетесің. Ренжімеу керек деп оған шарт қоятын болсаң ше. Понимаете, біз ойлаймыз ғой, мен ақшамды алып қоя береді, менің границам білмейді деп ше. Ол емес білмейтін, біз өзіміз білмейміз границаны. Понимаете? Ол ренжуге хақысы бар. Міне мына жерге дейін алып келдің, я? Міне осындай мен бергім кеп тұрған жоқ дедің. Болды, все. Ары қарай ренжуге хақысы бар. Позволь ему, пусть бір күн ренжиді, 2 күн ренжиді, 3 күн ренжиді, 4 күн ренжиді, там 1 ай ренжиді, 1 жыл ренжиді. Қояды, қайда барады. Ақша бермеген үшін үйден қуып жіберетін болса, окей, зачем? И ол ренжиді, ол өзі ауырады, өзімен өзі кипиш болады, өзіне өзі жасайды. Это ее проблемы, их проблемы. Жаның ашитын болса, той, давлениесі көтеріліп кететін болды, сахары көтеріліп кететін болды, бірдеңе болатын болды, өйстіп мен соны ренжіткеннен кейін дейтін болсаң, сен оның границасына кіресің, ему еще хуже сделаешь. Түсіндіре алдым ба? Также с любыми людьми, как кез келген адаммен дәл осылай границаны қорғаймыз, қыздар. Границаны қорғау деген жоқ, ойбай, сөйлеме маған, неғып ренжисің, ренжіме деген нәрсе емес. Ренжуге, өзінің мнениесін нетуге хақысы бар. Имеет право. Окей? Ренжімеу керек деп оған жаны ашып кететін болса, сен оның границасына кіріп кетесің. Это его дело. Ал егер сен енең саған ойбай ренжімесін, мақұл ойбай деп саған не қылатын болса, например, қараш, енем ренжімесін, тағы бірдеме ойбай деп сен мыняқта, сен өзің жертвовать ететін болсаң, своими деньгами бергің келіп прям одан ештеңе болмай тұрса, окей да, бірақ сен бергің келіп тұрған жоқ ақшаны, например, но при этом енем ренжімесінші деп сен өзіңнің энергияңды бітіп, как будто бір денеңнің бөлшегін почкаңды алып соған берген сияқты боласың да. Сол кезде сен не істейсің, ему еще хуже станет от этого, я, еще плюс тебе хуже станет от этого. Понимаете? Сенің денсаулығың еще кетеді. Түсіндіре алдым ба, қыздар?